Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Кезекті лекциямыздың тақырыбы лидерлік және мотивация. Лидерлік және мотивация заманауи басқару жүйесінде негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. Бұл екі түсінік ұйым ішінде адамдардың тиімді қарым-қатынас орнату, олардың әлеуетін ашу және мақсаттарға жетуде маңызды рөл атқарады. Лидер ұжымға бағыт-бағдар беріп, оның дамуына ықпал ететін тұлға, ал мотивация сол ұжым мүшелерінің ішкі және сыртқы ынтасын арттыру тетігі. Қазіргі таңда әрбір басшы қарамағындағы адамдардың мінез-құлқын, олардың қажеттіліктері мен ынталарын түсіне білуі қажет. Осы арқылы ол ұйым ішінде сенімді, ынтымақты және нәтижелі атмосфера орната алады. Мотивация және лидерлік. Мотивация бұл адамның белгілі бір мақсатқа жету үшін әрекет жасауына түрткі болатын ішкі және сыртқы күш. Ол жеке тұлғаның әрекеттерін бағыттап, оның белсенділігіне әсер етеді. Мотивацияның ішкі түрі адамның қызығушылығы мен өз-өзіне деген сеніммен туындайды. Ал сыртқы мотивация материалдық және әлеуметтік сыйақылармен байланысты. Жоғарғы мотивация адамның еңбек өнімділігін арттырып, кәсіби өсуіне септігін тигізеді. Ұйымдастырушылар мен көшбасшылар мотивация тетіктерін дұрыс қолдану арқылы қызметкерлердің әлеуетін аша алады. Лидерлік бұл адамдарға әсер ету, оларды ортақ мақсатқа жетуге жұмылдыру қабілеті. Лидер ұжымды ұйымдастырып, бағыт-бағдар беріп, қиын сәттерде шешім қабылдай алатын тұлға ретінде ерекшеленеді. Әсерлі көшбасшы адамның қажеттілігін түсініп, оларға жеке ықпал ете алады. Ол ұжымды ынталандырып, мақсатқа бағыттай отырып, ұйымның дамуына серпін береді. Мотивация мен лидерліктің өзара байланысына келетін болсақ, мотивация мен лидерлік арасындағы тығыз байланыс бар. Яғни лидер қызметкерлерге бағыт-бағдар берсе, ал мотивациясыз ол мақсатқа жетуге әсер ете алмайды. Көшбасшының рөлі адамдардың ішкі ынтасын ояту, олардың жұмысқа деген қызығушылығын, құлшынысын арттыру. Ол өзінің үлгісімен, шешімдер қабылдау тәсілдерімен және адамдармен қарым-қатынасы арқылы мотивациялап ынталандырады. Көшбасшының міндеті бұл жерде қызметкерлердің қажеттіліктерін түсіну, яғни әркімнің жеке мотивациясын білу, сол арқылы оларды ынталандырып отыру. Мотивациялық құралдарды пайдалану, яғни ұжымның тиімді жұмыс істеу үшін марапаттау, мойындау сияқты сыртқы ынталандырулар қажет. Ал қатынас пен сенім тарапынан қызметкерлер сенетін көшбасшы өз командасын алға жылжыта алады. Ұйымдастыру және мотивация. Ұйымдастыру мен мотивация өзара тығыз байланысты. Егер ұйым дұрыс мотивациялық стратегиялар қолданса, қызметкерлердің өнімділігі артады. Ал мотивацияның ішкі және сыртқы факторлары теңгерімді түрде қолданылуы тиіс. Мотивацияның рөлі мақсаттар қою, яғни нақты мақсаттар қызметкерлерді ынталандырады. Қолдау көрсету, оқыту және даму мүмкіндіктері қызметкерлердің өсуіне ықпал етеді. Қызметкерлерді бағалау, жеке үлес және жетістікті мойындау мотивацияны арттырады. Маңызды ескеретін жағдай, яғни ұйымда мотивация бұл тек сыйақылар ғана емес, сонымен қатар жұмыс атмосферасы мен әлеуметтік қолдау да мотивация бола алады. Теориялық негіздер. Мотивация мен лидерлік ұғымдары бірнеше теориялық модельдерге негізделеді. Бұл теориялар адамдардың мінез-құлқы мен ынтасын түсінуге көмектеседі. Мысалға, Маслоу иерархиясы, Герцбергтің екі факторлы теориясы, Макгрегордың X және Y теориясы. Негізгі идеясы бойынша келетін болсақ, Маслоу иерархиясында адам қажеттіліктері 5 деңгейге бөлінеді. Физиологиялықтан өзін-өзі жүзеге асыруға дейін. Психологияда білетін деңгейлер бойынша осы жаңағы маңыздылыққа ие. Яғни қызметкерлердің қай деңгейде тұрғанын түсіну дұрыс мотивациялау үшін қажет. Яғни деңгейлі түрде оларға мотивация беру. Қай деңгейдегі қандай мұқтаждыққа ие, соған байланысты мотивациялап отыру. Герцбергтің екі факторлы теориясында жұмысқа қанағаттану мотивациялық факторларға, ал қанағаттанбау
гигиеналық факторларға байланысты дейді. Жалақы азайса ынта түседі, бірақ көп болса мотивация арта бермейді деген сияқты мысалдармен келтірілген. Макгрегордың XY теориясы, ол X теориясы адамдар еріншек, бақылау қажет және де ынтасы төмен, мотивациясы жоқ деңгейді білдіреді. Y адамдар өздігінен ынталы, яғни оның өзіндік мотивациясы, ішкі мотивациясы басымырақ болып келеді. Яғни бұл жерде маңыздылығы жағынан басшының қызметкерлерге көзқарасы мотивация тәсілін анықтайды дейді. Яғни басшының қызметкерлерге деген көзқарасы маңызды рөл атқарады. Ұйымдастыру және мотивация. Ұйымдастыру элементтері: ұйым құрылымы, мақсат қою, қолдау және ресурстар, қарым-қатынас және кері байланыс ретінде қарастырсақ, мотивацияға әсері. Ұйым құрылымының мотивацияға әсері: құрылым жұмыс тиімділігін арттырып, қызметкерлерге жауапкершілік береді. Мысалға, топтық жұмыс пен иерархия қызметкерлердің бір-бірімен өзара әрекеттесуін жеңілдетеді. Мақсат қою мотивациялық әсері: нақты мақсаттар қызметкерлерді бағыттап ынталандырады. Ал мысал ретінде келтіретін болсақ, қызметкерлерге қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттар қою арқылы олардың белсенділігі артады. Қолдау және ресурстар: қызметкерлердің дамуы және жұмысқа деген ынтасын арттыру үшін қолдау көрсету қажет. Яғни оқыту, кәсіби даму бағдарламалары, ресурстардың жеткілікті болуы. Қарым-қатынас және кері байланыс ретінде ынталандырушы кері байланыс қызметкерлердің өзін бағалағандығына сезінуі мүмкін. Яғни үнемі кері байланыс беріп, қызметкерлердің жұмысы мен даму бағыттарын бағалап отыру, жұмыстарының жақсы жасағанын ескеріп, оны мадақтап отырса, яғни қарым-қатынастағы кері байланыс ұйымдастыруда үлкен мотивация беретіні анық. Коммуникациялар, шешім қабылдау және басшылық. Коммуникациялар. Тиімді коммуникациялар көшбасшы мен команда арасындағы сенімді қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Ашық және түсінікті ақпарат алмасу қызметкерлерге өз жұмыстарын дұрыс орындауға мүмкіндік береді. Көшбасшының үнемі байланыста болуы ұжымдағы ынтымақтастықты арттырады. Шешім қабылдау. Көшбасшы дұрыс шешімдер қабылдаған жағдайда ұжымды нақты бағытқа сала алады. Шешімдер нақты мақсатқа жетуді көздейді және қызметкерлердің жұмысын үйлестіреді. Тиімді шешім қабылдау көшбасшының басқарушылық жағдайларын жақсартып, ұйымдағы тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Басшы тек команданы басқарумен шектелмейді, сонымен қатар әр қызметкерлердің күшті жақтарын байқап, оларды дамытуға жағдай жасайды. Басшылықтың сапасы ұйымдағы жұмыс атмосферасын, моральды және мотивацияны айқындайды. Тиімді басшылық қызметкерлерді ортақ мақсатқа жұмылдырады. Бұл нәтижесінде ұйымның дамуына әкеледі. Тақырыпты қорытындылайтын болсақ, лидерлік және мотивация ұйымдағы табыстың негізі. Тиімді көшбасшы қызметкерлердің қажеттіліктерін түсініп, оларды мотивациялайды, дұрыс шешімдер қабылдайды және ұйымдағы коммуникацияны жақсартады. Мотивацияның ішкі және сыртқы факторларын үйлестіру қызметкерлердің өнімділігі мен жұмысқа деген құлшынысын арттырады. Осымен лекция аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.